Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен медовый торт жасайтын боламыз. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, бір жасағаннан шығатын торт. Бізге қажетті заттар: 6 жұмыртқа, мед, разрыхитель, құмшекер, айран, ас содасы қажет болады. Медімізді ыдысымызға салып, газда қайнатамыз. 1 қасық ас содасын салып араластырамыз. Осындай қызғылт түске енгеннен кейін майымызды саламыз. 300-350 грамм май салып ерітеміз. Басқа ыдысымызға 6 жұмыртқамызды шағып аламыз. Үстінен 2 пиала құмшекерімізді салып, жақсылап аппақ етіп миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін 6 немесе 8 ас қасық айранымызды саламыз. Разрыхителін салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бірінші ыдысымыздан екінші ыдысымызға жаймен араластырып тұрып құямыз. Үстінен аз-аздан ұн салып араластырып отырамыз. Ұндың бәрін бірдей салып жібермейміз, қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін аз-аздан салып араластырып отырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер, сонда жақсы көтеріледі. Дайын болды, осындай сұйықтау болады. Енді дайын массамызды, листімізді майлап 4-ке бөлеміз. 4-ке бөліп құйып аламыз. 4-тен 1 бөлігін құйып, листімізге жайып шығамыз. Екі 250 градуста печкамызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған печкада үсті қызарғанша пісіріп аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. 1 литр сүтімізге 1 жұмыртқа, аздап ұн, құмшекерімізді салып миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлейміз. Газда қойып қайнатамыз. Араластырып тұру керек, болмасам түбіне алып қалады. Үстінен майымызды 200-250 грамм майымызды салып ерітеміз. Суығаннан кейін енді торттарымызды жинаймыз. Молоко қосып жіберсеңіздер де болады креміне. Кремінің дәміне кіргізіп, торттарымызды жақсы ұстайды, бір-біріне жабыстырып. Жинап болдық, енді тортымызды сәндейміз. Өзіміздің қалауымызға, фантазиямызға қарап сәндеп аламыз. Мен шеттерінен кесіп алған корждарды майдалап, шетіне сеуіп шықтым. Үстінен шоколад сүртіп, осындай сәндедім. Көріп тұрғандарыңыздай. Егер рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Басқа да рецептерді күтіңіз.